Бағдарламаның басты демеушісі Молапорт. Шәкірт тәрбиелеп, үнемі жастарға қолдау көрсетіп жүретін Айгүл Иманбаева мектеп оқушысымен бірігіп бейнебаян түсірді. Клип мәңгілік тәуелсіз елдің біз ұрпағы әніне таспаланған. Патриоттық сезімді дәріптейтін бұл бейнебаян көпшіліктің көңілінен шығып үлгергенді. Ал әнші Айгүл Иманбаеваның өзі тұрмысқа шығады деген қауесет тарады. Ең қызығы, оны өзге емес, әншінің өзі шет жағасын шығарып жүр. Жеңіс Қақованың ұлының тойында журналистерге жақында елді елең еткізетін бір жаңалық болып қалу мүмкін екенін айтқан. Сондай-ақ әнші ол тойға жалғыз бармаған. Тілшінің жаныңыздағы ер адам кім деген сұрағына ол інісі екенін айтты. Дегенмен әнші жуырда елді қуантатынын да жасырмады. Елең еткізетін жаңалық болуы мүмкін. Айтамын ғой, сүйінші сұраймын, деді Айгүл Иманбаева. Ендеше сүйінші хабарды асыға күтеміз.